Йо, WhatsApp барлықтарына сәлем, сендермен атым білмеген каналы. Мен бүгін сіздермен бірге осындай керемет үй салғанымды видеоға түсіріп көрсететін боламын. Міне, оның сырты осындай болады, ағаштардан жасалған. Осындай екі қабатты және крышасында да андай терезелер бар, сондай. Ал мына жағы мынандай цемент сияқты бірдеңемен жасалған. Осындай қылып мен жасадым. Міне алды барлық осылай болып көрінеді. Жаңбырдан нормально көрінеді шығар деген ойдамын. Майнкрафтта жаңбыр жауып жатыр. Міне үсті осындай болып көрінеді, крышасы міне. Және де бұның мына шет жақтарында осындай жарық беріп тұратын, түнде әдемі болып тұру үшін осындай факелдарды осындай шет жақтарына қойып қойдым. Міне осылай қылып. Ал енді бұның ішіне кіретін болсақ, міне астыға қарасаңыздар, мына жерде міне осындай шахматтың астында тұратын доска сияқты осындай қылып керемет өте әдемі қылып жасап қойдым. Міне өте әдемі көрінеді. Сол үшін әдемі болса лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Осындай қылып жасадым. Ал ішіне кіретін болсақ, міне ішінде аса қатты ештеңке жоқ, лестницадан басқа. Себебі мен осындай, бірақ бұл енді Майнкрафт болғаннан кейін әдемілеу үшін ішінде жасауға болады. Бірақ мен ішін жасағым келмейді, оның бәрібір де мен онда тұрмаймын да, ол не үшін керек? Комнатаға бөліп жүргім келмейді, оған уақыт та кетеді, ол не үшін вообще. Той, не деп кеттім, тілім шайнетіп қалды ғой. Короче, осындай бұның астында да міне осындай қылып қойдым. Ал міне мына жақта осындай қылып ағашпен андай ағаш бар ғой, сондай мен істеп қойдым. Ал енді бұл бірінші қабат, енді екінші қабатқа көтерілсек, бұнда да түк жоқ. Айтып тұрғандай, мен аса қатты іштерін салғым келмейді, уақыт кетіріп нетуге. Бұл үйге негізі көп уақыт кеткен жоқ. Көп уақыт кетті, бірақ салуға емес, идеяға. Мен үйді қалай саламын деп, негізі ең басында бір этажды осылай салып жатқан болатын. Одан кейін барып осылай істедім де, мына шетжақтарын қошадым да, ортасынан істедім. Крышасында осылай істеуге идея келді ойыма, басыма. Не деп кеттім. Короче, солай қылып, әйтеуір салдым өз ойыма осындай үй келген соң. Міне мына жақта жаңа осы жерден шыққан болатынбыз. Осы жерде де есік бар. Бұл балкон. Осылай шығып, мына жерге темек тартуға болады. Сене қалжындаймын. Рас, негізінде балконға тартып темек тартатындар бар ғой, деп қуып кетпейін. Бұл міне осындай. Бұл жағы бәрі осындай болады. Міне балкон демейді енді. Осындай қылып әдейі істеп қойдым. Мен сіздерге және мына жерін көрсеткен жоқ болатын. Міне осы крышасында да міне осындай бар. Ішіне кіріп көрсетейін ба? Қазір міне бұнда түкте жоқ, себебі мен бұнда ішін салған жоқпын, просто пустой болып тұр. Кіре алмай қалдым ғой. Міне айтқанымдай осындай болып тұр, пустой болып. Себебі мен үйдің ішін салғым келмейді. Одан да сыртын әдемілеп салсауға болады. Және де ішін бәрібір де тұрмаймын мен, не үшін керек деген ойда маған келді. Міне осындай үй өте керемет, әдемі болса, смело лайктарыңызды басыңыздар. Ал міне мынау тұрған не деп ойлап тұрған шығарсыздар. Міне осындай. Бұны қазір бірге есіктен кіріп барып көретін боламыз. Міне осылай келеміз де, мына жерде осындай есік болады. Осылай да ашылады. Міне сосын кірген соң жарты жаппай қойық. Міне бұл жерге қараңыздар, жаңағы бос үй, комната болғаннан көрі, осы жаққа ферма сияқты жай өзім осылай аттар қойып қойғым келді. Сосын осылай аттар қою ойыма келді. Сосын осында бос тұрмасын деп, осы жерге аттар қойып қойдым. Бұнда осылай аттар тұратын болады. Сосын осылай шығып кетеміз. Және мына жерде де міне осындай болып тұрады. Ал бүгінгі видео осындай. Мен осы үйді сіздерге көрсеткім келді. Бұны мен 1,5 күн салған болатымын осы үйді. Сол себепті смело лайктарыңызды басады деген ойдамын. Және де осы видеоның астына өз комментариялар жазып кетіңіздер.
және де жақында осы сұрақ жауап деген рубрика болады. Сол үшін осы комментарийге, осы видеоның комментариясына өз сұрақтарыңызды жазып кетіңіздер. Мен оларға жауап беретін боламын. Жақында сол туралы видео шығады. Ал және де сіздер маған спонсор бола аласыздар. Спонсор болсаңыз сіз өзіңізге көп подписчик тез әрі оңай жинай аласыздар. Сосын менен пиар реклама алғыларыңыз келсе, мені ВК-ма жазамыз. ВК барлығы осы описанияда болады. Және де өз сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер. Ал давайте осы үйіміз ұнаса, смело лайктарыңызды басыңыздар.